Сәлем құрметті көрермен, бүгін мен бір болған оқиға туралы айтатын. Осы бір басымнан өткен оқиғаны бастамас бұрын нәзік жандылардың бас иіп кешірім сұраймын. Өткен істеген күнәмнің өзі тым ауыр. Адамнан қорықпайтын мені Алла тәубеме келтірді. Балалық кезім өте бақытты өтті. Үйдің еркесі, ата-әжемнің серкесі болдым. Алдымда ағаларым, әпкелерім де бар. Ата-анам беделді қызметкерлер. Ата-әжем де кезінде аурухананы басқарған басшылар болған еді. Басшылықта өскен біздер ештеңеден тарықпай қалаған нәрсемізді алып, емін-еркін өстік. 16 жасымнан бастап көлік тізгінін ұстап жігіт бола бастадым. Жылдамдықты қатты асырып, талай рет әкем артымды жауып жүрді. Абырой болғанда адам қақпадым. Көлік соғып кету жылдамдық аты асыру дегендей. 18 жасымда мектеп бітіре салып, әкем ең мықты медакадемияға оқуға түсірді. Ешқандай басымда білім жоқ, тек оқыды деген атымен диплом болса болды. Жай байлар үшін құр атақ, сессия басқасына ешбір қатырмаймын. Қалаған кезде ғана оқуға барамын. Онда да әкемнің айқайымен көліктің кілтін бермеймін деп мәжбүрлі түрде қорқытқасын амалсыз баруға тура келеді. Мамандығым дәрігер. Ең білімді, қажет ететін жауапкершілікті талап ететін мамандық. Әкем мен ата-әжемнің қалаулымен мен сорлы біліксіз дәрігер болдым. Ақша деген не істетпейді? Әжем бала кезден менің құлыным атасына тартып дәрігер болады. Мен ауырсам мені тек сен ғана емдейсің деп әбден әжем құлағыма құйып өсірді. Әжемнің көңілі үшін әже дейтінмін. Шыны керек, қандай мамандық боламын деп, мен қалай өмір сүремін деген сұрақтарды мүлдем ойламаппын. Әке-шешемнің, ата-әжемнің ақшасы, мұрасы менікі, мен мұрагермін деген олармен ғана өмір сүрдім. Байлық бар кезде әрі мұрагермін, мен тек қыдыруым керек. Жастық шақта тек қызық көріп қалуым керек деген сасық олармен өмір сүргенім үшін қатты өкінемін. Еліміздегі ең мықты медакадемияға жақын қымбат пәтерді әкем жалдап қойды. Астыма қымбат көлік берді. Оқуға барып жүргенімді деканнан сұрап отырады. Мені қадағалаған түрі. Декан да әкемнің алдында құрды жорғалап сессия кезінде өздері атымнан өткізіп жіберетін. Тек менікі бару, сабақ біткенше музыка тыңдап отыру. Ол кездері плеер бар. Телефон дегендер енді шығып жатыр. Бірақ музыкасы жоқ. Тек байланыс үшін ғана ұстайтын. Солай оқудағы жылымды әзер өткізіп жүргенде кешкі қаңғу басталды. Кешкі жын ойнақты жұмақтай көріп, ең керекті білім ордасын тозақ көретін едім. Қасыма өзім сияқты өңшең жын-жыпырлар жиналған. Оқуда сол байдың баласы екенімді әлде қашан көрсетіп қойғамын. Кейбір қыздар бар, тілімен тиісіп өздері қырындап қыдыруға ұсыныс тастайтын. Кез келген қызды қабылдай алмайсың. Ең алдымен түріне, мүсініне. Кешке ол қызды қыдыртып, жабысқанда ешқандай қарсылық білдірмесе, сол жерден ол сорлының етегін түріп, керегімді алып, одан кейін жалыққанша пайдаланып тастап кететінмін. Ол қыздар көп аса өзін ұсынып пайдаланса үйленеді деп ойлайды. Олар жылап еңіреп жүктімін деп келгенде, ей жәйлеп, менімен ғана болғаныңды қалай дәлелдейсің? Менен басқа қанша адаммен болғаныңды кім біліпті? Мазамды алмай көзіме көрінбе. Білесің ғой, қазір көшенің шибөрілері ақша беріп сені көрсетсем сені айырып тастайды. Түсінің ғой деген байсыз қыздың жүрегіне қорқыныш сыйлап бір ауыз сөз айтуға мұрша бермей қуып жүретінмін. Бұл күнәм тек бастамас екен. Қасымда тағы мен сияқты екі азғын бар. Үшеуміз де байдың еркелеріміз. Бастапқыда сыра ішіп, қызбен жатқанға мәз болып қызықты кештеп жүрсе, о жай көңіл көтеру екен. Уақыт өткен де одан да жалықтық. Есірткі деген нәрсені жайлап қолдана бастадық. Жігіттерге айтырып, одан эротикалық дискілерді неше түрлі нәрселерді көріп, қыздарға соны жасап, күнә үстіне күнә жасап жүрген кезім еді.